біліктілігі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша қазіргі уақытта оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа формасының бірі қашықтықтан оқыту технологиялар арқылы білім алушыларды оқытуда. Мамандарға қойылатын талаптардың өсуіне байланысты колледжде оқытудың жаңа формалары мен әдістерін іздестіріп, оқытудан қол үзбей ақпараттық коммуникациялық технологиялар көмегімен оқу ұйымдастырылды. Несіпбек Айтұлы, ана тілім. Ана тілім жүрегі сіңін амның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түсу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамыған заманында жаңартылған білім беру шеңберінде табысты болашаққа қол жеткізудің шарттарын білім алушылардың ойына сіңіре отырып, мен қашықтықтан оқытамын. Қазіргі таңда оқу үрдісіміз қашықтықтан білім беру процесіне көшкен болады. Біз тапсырмаларды, лекцияларды, тақырыптарды осы параграф білім сайтынан алып отырмыз. Егер де сіз ұлы тұлғаларымыздың ой тербеп, сөз кестелеген, көркем тілі арқылы білім алып, қазіргі заман талабына сай құзыретті маман болғыңыз келсе, сіздерді қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығын алуға шақырамыз.